Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 120 сабақ. Жазық фигуралардың модельдерін бөліктерге бөлу, олардан композициялар құрастыру. Сен жазық фигураларды бөліктерге бөліп, олардың түрлі композициялар құрастыруды үйренесің. Бірінші практикалық жұмыс. Торкөз қағаздың суреттегідей екі фигура қиып ал, олардан тік төртбұрыш құрастыр. Яғни бізде қызыл және жасыл фигуралар тұр. Біз жасыл фигурадағы, яғни үш бұрышты кері аударып қойсақ, дәл осылай қойсақ, одан кейін қызыл фигураға келіп қойсақ, бізде төрт бұрышты пайда болады екен. Осылай төңкеріп қоятын болсақ. Түсінікті шығар балалар, иә? Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Екінші есеп зерттеу. Суретте бейнеленген фигураларды ата. Неше шаршы, үш бұрыш және төрт бұрыш шаршы емес бар. Үлкен шаршы неше бөлікке бөлінген. Шаршыдан екеу, шаршыда үлкен бөліктегі біреу, мынау сия түсті екеу. Жеті үш бұрыш бір, екі, үшеу, төртеу, бесеу, мына екіге бөлінгенде мына бөлігі алтау, мына бөлігі жетеу екен. Үлкен шаршы 9-ға бөлінген, нешеге бөлінген дейді? 9-ға бөлінген екен, 9 бөлікке. Келесі үшінші есеп танграм ойыны. Партаға екі тапсырмадағы үлкен шаршының бөліктерін қой. Осы бөліктердің құстың бейнесіне, балықтың бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр. Енді балалар бұл өздеріңнің ой өрістеріңе байланысты басқалай құруларына болады. Мысалға, бірінші балық, одан кейін құс деп жасап көрдік. Келесі. Төртінші есепте қабырғаларының ұзындығы 3 см және 2 см болатын тік төртбұрыш сыз. Оны бірдей 3 тік бұрышқа бөл. 1 тік бұрыш, 2 тік бұрыш, 3 бұрыш. 3 тік бұрыш. Осылардың біреуін жасыл түспен боя. Екінші тік төртбұрышты бірдей 2 шаршыға бөл. Шаршыларды қызыл және көк түстермен боя. Үшінші тік төртбұрышты бірдей 2 үшбұрышқа бөл. Оларды сары және қызғылт түстермен боя. Не балалар, осылай бөлсек болады екен, е? Кеттік 5-ші есепте. Суретке қара, қандай 4 фигурадан шаршы құрастыруға болады. Екінші номерлі және үшінші номерлі фигураны қосамыз, оған 4 пен 5-тегі фигураны қоссақ, бізде шаршы құрастыруға болады екен, балалар. Сонда мына жақта қалай дейсіңдер ғой балалар? Мына жақта 4-теу. Мына жағы 4-теу. Сонда 4-те 4 болды. Мына жағы 2, мына жағы 2. 4-те 4 шаршы болды. 6-шы есепте 27-ні 3-ке бөлсем 9, 65-ке 9-ды қоссам 74. 16-ны 4-ке бөлсем 4, 82-ке 4-ті қоссам 86. Келесі есепте бірінші жақшаңғышын орындаймыз. 97-тен 52-ні аламыз. 45-те 5-ке бөлеміз 9. Келесі есепте бірінші көбейту орындаймыз. 20-ға 3-ті көбейтеміз 60, 73-тен 60-ты алсақ 13. Келесі торкөз қағаздан төмендегідей фигураларды қиып ал. Осы фигуралардан кеменің және үйдің бейнесіне ұқсайтын композициялар құрастыр. Бірінші үйдің бейнесін 3 фигурадан құрастырып алдық. Қабырғасы, шатыры, есігі. Одан кейінгісі кемені құрастырып көрдік. 8-ші есепте фигуралар арқылы берілген сөйлемді оқы, оның мағынасы қалай түсінесің? Міне, сия төртбұрыш іздейміз. Ж, боялмаған ромб,
міне одан кейін құм сағат сияқты болып тұр, боялмаған құм сағат. Жер деген сөз шықты. Көк, қа, сары үшбұрыш а, жұлдызша қызыл з, үшбұрыш боялмаған тікбұрышты үшбұрыш а, көк шеңбер на, сары үшбұрыш а. Бізде жер қазына деген сөз шықты. Оның мағынасын қалай түсінесің дейді. Яғни бізде жер қазына деген мағынасын түсіну үшін жерден бар байлықты ала аламыз, және де шикізаттарды өңдей аламыз. Бидай, арпа, тағы басқа өнімдерді өндіре аламыз. Яғни қазына дегеніміз ол байлық деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің бар байлығымыз осы жерден шығады екен. Сондықтан балалар, жерді аялайық, таза ұстайық. Сонда біздің қазынамыз да көп болады, яғни Қазақстан Республикасы бай болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.